Шырғалаң тағдыр 3 және 4 бөлімдері. Бүгінгі бөлімінде Неслиханды Ахмет үйінен кәдімгідей камера қойып аңдиды. Ахмет бидің жасап жүрген жұмысы өте қатаң. Ол ағасы Қазымен кездесіп, Стамбулдағы барлық тірліктерін бітірген айтады. Ол қандай жұмыс десеңіздер, Қазым ағасын саясатқа араластыру үшін бір кісілермен сөйлескен және осылай ағасын қуантып қояды. Аға, мен сенің барлық тапсырмаларыңды орындап келдім дейді. Ал мұнда өгей қарындасы білгенін жасап, клубта өзінің Жан деген жігітімен екеуі бірдеңелерді білдіреді. Сөйтсек, бұлар әркімнің көлігін айдап кетіп, жартасқа құлатып, сондай қызықты дүниелер жасайды екен. Яғни екеуі де ішіп жегіп алған албастылар десем де болады. Екеуі осылай біреудің көлігіне отырып, онан осылай құздан құлатып жіберіп, және өздері ол машинадан секіріп түсіп кетіп мәз болады. Яғни істеген тірліктеріне байдың балалары ғой, не істерлерін білмейді. Әттең осы екеуін әкеліп ауылға пішен ұруға салып кетсе, иә, сонда көрер едім құтырған қандай екен. Осылай біреудің көлігін жардан құлатып, оның өртенгеніне қарап тұрған екі сайқымазақ күліп, ішектері тиылмай дей ма, осылай күліп өздерінше болып жатыр. Яғни көліктің өртенгеніне мәз болып жатыр. Ал мұнда музыканың кайфын етіп жатқан Неслихан қасында кішкене ғана иті бар. Айнаға қарап қойып, көріп келдің айтқанын қайта-қайта есіне алатын, мен біреуге керекпін. Осылайша өзінің әдеттегідей шырағын тұтатып, сабыр ет, қайырымен берсін дейді. Ал мұнда Неслиханның ғашық болып жүрген, өмірде күйеуі болса, кинода ғашық болып жүрген әйелі бар, бала-шағасы бар. Баласы жоқ әйел ғана бар. Қазым осылай дәрігерге келеді, мені емдеулерің керек дейді. Сол кезде дәрігер ойланып көреміз дейді. Ал мұнда Неслихан өзінің курс оқытатынын, яғни осындай гипноз арқылы емдейтін апасымен бірге бір кісіні емдеп жатыр. Бірақ қолынан ештеңе де келер емес. Қанша рет айтып, ескертіп үйретсе де, бұл кісіні емдей алмады. Өйткені ол Неслиханның адамы емес еді. Осылайша екеуі отырады, үйретеді, бірақ істей алмайды. Ишек әулетінің 3 ағайынды жігіті, 2 бауыры Қазымға келе жатыр. Олары бірігіп бір жоспарды алдағы уақытта іске асыратынын айтқалы, сол үшін бас қосты. Әрине, ішінде Ахмет, Қазым және де Жихангер. Үшеуі бір-бірімен бауыр болғанмен бір-бірін жек көреді. Ал мұнда Неслихан Стамбул көшелерін қыдырып жүр ма, өзін керемет сезініп жүр. Және ол өзінің Сара деген досына, мен қазір келемін, мен бұл жақтың көшелерін айналып келемін дейді. Осылай. Содан кейін ол әдемі көйлегін киіп Ахметпен кездесуге барады. Ахмет оған кешегі қалдырып кеткен заты қобдишасын әкеліп беруге уәде еткен. Сол үшін де кездесуге шықты. Ахмет Неслиханның сұлулығына тәнті болып, оны көлігіне отырғызды. Ал мұнда бала кездегі анасы екеуі бірге түскен суретке ұзақ қарап тұрған Қазым. Ол кезде Қазымның әкесі бар тұғын. Содан кейін анасы Қазымды да ол кезде еркелеткен. Сен мен үшін ең қымбатсың деген секілді. Ал мұнда Неслихан мен Ахмет кездесіп отыр. Олардың алғашқы кездесуі. Негізі Неслиханның шын аты кинода Мәджит болады. Сол Мәджит деп атайды. Просто мен аузым үйреніп қалғандағыдай айтып кетейін. Неслихан деп не айтып отырсыңдар деген секілді сұрақтарың болса. Осылайша екеуі кездесіп, әңгімелесіп, өткен-кеткендерін айтып, бұрын-соңды ешқандай сүйіктілер болмағанын айтып, Стамбул теңіздің жағасында керемет мейрамханада отырған кезде оған ала көзбен қараған Ахметтің жиенімін дейді. Бірақ Ахметке ғашық, бұрындар араларында бірдеңе болған. Сонда да білдіртпейді, қасында күйеуі бар. Олары танысып, о, Ахмет, сенің қызың бар ма еді деген секілді. Ал мұнда жүрегі қысып ауырған Қазым, ол лифтіге кіреді. Лифтіге кіріп, жүйке жүйесі дұрыс болмауына байланысты бастапқы белгілері байқалып жатыр. Тамағынан қысады, ауа жетпейді. Осылай қиналып жатқан кезде Мәджит, яғни Неслихан осы лифтіге кіріп, және өзінің алғаш рет адам емдей алатынын дәлелдемек болады. Осылайша ол Қазымның қолынан ұстап, сенде бәрі дұрыс, мен саған көмектесем, сен жақсы адамсың, сен еш жері ауырмайды деп
осылай бір секундта өзінің сөздерімен гипнозбен арбап ақыры емдеп алады. Ал қолынан ұстап тұрған кезде Ахмет келіп қалады. Одан кейін Сара, сен білесің ба, мен бүгін бір адамды емдедім деп айқайлайды. Менің қолымнан келеді деп бүкіл көшені басына көтереді. Сонда Сара, сенің есің дұрыс па қыз? Жаймен айтсаң да, ақырын айтсаң да естіледі ғой. Бірақ Неслихан өзінің қуанышын жасыра алмайды. Ал мында душта түсіп ойланып тұрған Қазым, ол бағанағы өзін емдеген қызға айтқан сөздеріне таң қалады. Және оның сөздерін қайта есіне түсіріп, мен қалайша аурудан айығып кеттім деп таң қалды. Әйелі жатады. Әйелі не күтіп жатқанын да білмеймін. Осы кезде қасына Қазым келеді. Екеуінің аралары өте суық, бір-бірін сүймейтінін осы бастапқы бірінші сериясынан бастап-ақ бөлуге болады. Ертеңіне Ахмет барлығы үйінде туысқандарын, бауырларын жинап, яғни Маджидті дастарханға шақырады. Қазымның әйелі де өте әдемі көйлегін киіп, Джихан бермен сөйлесіп отырады. Осы жерден сырттарынан Қазым тек бақылайды, жай ғана бақылап тұрады. Өйткені араларына түскісі келмейді, екеуінің бір-біріне жақындығын сезеді. Ал мында Маджид өзінің массаж йогасымен айналысып жатыр. Стамбулды осылай көрсетіп жатыр. Және осындай кезде қайта Ахмет қоңырау шалады қызға. Қайдасың деген секілді. Бірақ қыз жауап беруге кейін жауап берексетін болады. Жалғыз өзі көшелерді аралап жүрген кезде қасына Қазым жолығады. Сен мұнда жүрсің, кеше сен мені емдегенсің. Рахмет, саған рахметімді айта алмап едім деп. Маджид болса өзінің ескі әуен шығаратын аспабын сатқысы келеді, бір жана жөндеткісі келеді. Бірақ оның өз бағасына емес, өте арзан бағаға алатын айтқан кезде ашуланып шығып кетеді. Осы кезде Ахмет тағы да қоңырау шалады. Қайдасың? Мен сені күтіп отырмын дейді. Осылайша екеуі кездесуге баратын болады. Әрине ертеңгі кезде үйіне келгеннен кейін тағы да Маджид ойланып қалады және айнаға қарайды, өзінің адам емдегенін қолына есіне түсіреді. Ертеңгі күні барлығы Маджидті үйінде күтіп отырады. Ахметтің қызы ретінде. Өйткені Маджид осы жігітпен жүрейін, мен оны емдейтін шығармын, көріп кел айтты деп осы жігітке байланып қалады. Ахметтің бұндағы мақсаты үйіне келген кезде Неслиханның, яғни Маджидтің үйіне камера орнату еді. Сол үшін де әдейі өзінің үйіне шақырады қонаққа, ұзақ уақыт үйінде ұстау үшін. Бастырған баста танысады, бары түртпектеп, тіпті Маджидті жақтырмайды, кедей жерден шыққансың дегенде, тіпті мамандығын естігенде де жақтырмайды. Мұндай мамандық бола ма екен деген секілді. Сонда да Маджид ештеңе білдіртпей тыныш тұрады. Ал мұндағылардың барлығы тіпті мынау жиенім деген Неслиханның өткен өмірін инстаграмдағы парақшасын қарайды. Бірақ ол жерде ештеңе де көре алмайды. Ал екеуі осылай сөйлесіп тұрған кезде үйіндегілер камера орнатып жатқанда қайта қарайды. Тек сондай. Осылай Маджидтен арырақ кетіп, олармен телефон арқылы сөйлеседі. Сол кезде Қазым да келеді. Сен бұл қызды неге Стамбулдағы ең керемет теңіз алқабын қыдыртпайсың дейді. Или қорқа ма дейді. Жоқ, мен қорықпаймын деп осы кезде Ахметті тастап алғаш рет оңаша Қазыммен бірге кетіп қалады. Екеуінің арасында осындай байланыс болады, бірақ екеуі де әзірге білмейді. Осылай Стамбулдың ең керемет жерлерін бір-біріне қарап қойып, алғаш рет сезімдері ашылады. Бірақ әдетте айтқанда екеуі де білмейді. Ахмет қызғанып қалады, десе де үйіне камера орнату үшін үндемей тұрады. Осылайша Неслиханның бөлмесіне барлық камерасын қойып, ендігі мақсаты Неслиханды аңду, ешкіммен кездеспеу керек ол үшін. Кино өте қызықты, жалғасы бар.